Алтыдыр болып видимо дала суық қой. Короче, барлығына салам, сенімен көшейік. Короче, достар, бүгін біз жұмыс жасаймыз. Ертерек тұрдым мен деген как раз. Так, мынау не мынау? Так, татандар. Темір есік тұрған сияқты, бір железіне. Так, ешкім жоқ па? Ешкім жоқ. Так, мен не жер қазбайын. Ішіне кіріп көремін ке, тағы байлық па бірдеңке тауып отырмын ғой. Ішім күшті кетеді ол. Короче, көрейін мен, достар. Ананың ішінен деген күшті заттар шықса, ё-моё. Так, күн шәйде ашық тұр, күшті болып. Алтта енді ешкім тұрмайды шығар. Так, мен жаймен блоктар қойып қояйын күштеп. Все, енді кіре беруге болады. Яғын сындырайын. Ойбай. Мен нормальный блог екемесем шыға алмай қалайын деп тұрмын ғой, ә? Так, болады. Шыға алмай қалайын деп тұргем. Мынау не есік мынау? Так, қалай ашады? Код жазам ба? Жоқ, тартат шығармын. Басам ба? Тартайын да. Ашылмайды, достар. Так, сындырайын мен онда. Опа, сындырдым. Так, есік сындырып кірдім. Мынау не бәле мынау? Мынау қайтадан жауып қоюға бола ма? Ешкім біреу кіріп кетпей ма? Жоқ қойын ба? Жоқ, жауып қайтадан қойылмайды дейді оны. Так, не бәле мынау? Мынау не куклалар ма? Действительно да куклалар, ё-моё. Так, мынау нелер? Мынау. Мынақты не болып жатыр, достар? Так, компьютер тұр ма? Так, не деп жазылып тұр іште? Вообще, типа бір адамның жүрегін тексеретін заттарын стол неғып тұр, напрягать етіп түрлі бір компьютердің жанына тұрмайды, денеға тұрмайды. Қойын, бірдеңке тұрған сияқты, аңғарсың іштінде не жазылып тұрған. Адамның андай бірдеңкелерін көреді, мынау вообще адамға су құяды жүрегіне, мынау бірдеңке оны. Не жазылып тұр. Доктор X дұрыс емес, неудачный деп, не жазылып тұр, достар, түсінсеңдер, айтыңдар. Так, мен онда кіріп көйін астынан бірдеңке бар сияқты. Сықи шығып жатыр мынаның астынан ше. Мұрным ашып жатыр кәдімгі. Так, мына есік жауып қойын мен іште. Жоқ қоймасам атодан кейін біреу кіріп кетсе тағы, ё-моё. Байлық тауып алсам күші кетеді. Мен может байлық тапсам шынымен күші кетеді. Так, достар. Қуанып тұрмын бір түрлі, бірақ қорқып та тұрмын. Бір сасық естер. Ей! Достар, жаман сасып жатыр ма? Мынау не, сүйек па? Татар сүйек па? Достар, сүйек па? Байлық, бірақ, фай! Пиздец, сасып жатыр мынау. Достар, ё-моё, өліп қала жатырмын ғой мынаның ішінде. Так, ана іші жаман сасып жатыр, кірейін болмайтын. Өлмеймін ғой. Адамдардың сүйектері жатыр не? Қинаған маналар да. Жоқ, ақша не үшін тұр онда? Мен түсінбедім, аңғарсай, сүйек деген кәдімгі жатыр. Ақша вообще жатыр. Гроб жатыр, іште қинаған аңғарсай. Асып қойып ұрған маналарды бірдеңке сұраған ба? Не болған маңға? Сығасық мұрным ашып жатыр, достар, гроб тұрып тұр. Достар, маяқты не болған? Охота за сокровище дейтін жер емес. Сасып тұр, достар, ё-моё, өліп қала жүрмін. Бірдеңкелерін эксперимент жасаған сияқты опытшы. Мыналардың бәрін бір жерге кіргізіп қойып ше. Байлықты қойып орталарына білмеймін бірдеңке істеген олар. Эксперимент жасаған сияқты ғой. Өйткені бағана доктор бірдеңке деп жазылып кетті. Так, мыналар сасып жатыр, байлықтарды алып кетейін. Ақша керек қойғанша дегенмен. Өсіп бермеймдер. Ақша керек. Так, енді бәрін жиналайын. Біраз ақша жатыр. Айырбастай басам, аяқ ақшалар көп ақша алуы мүмкін. Достар, аяқ жаман сасып отыр шынымен. Пытать еткен олар. Сүйектері қағың, только сүйектеріне шейін өтір бұл кейбірінің бастарынан түсіп қойып ше. Оларды мен қазір нетем, отнет, достар. Бәрін көміп, жақсы адам болар ма ішінде. Алып қашып кеткен сияқты бәрін көмеп, дұрыстап мен бұларды жерлеймін. Жапқан жерлерін жерлеусін, так. Нешеуін мен қырғаннан күмне, так. Неште көбін жерлеп тадым кәдімгідей, достар. Күн деген шайда жазылып тұр, бұлардың күні үшін енді мен не істеймін басқа. Қолымнан келген істедім мен. Так, ё-моё. Ондай кім, мынандай сонша адамына іште бүйтіп істейтін? Қандай зұлым болу керек мынау? Бәм, мен полицияға берем, анаған берем. Өзі оқып бірден кесе балар, вот ақша мен келген. Так, кіналарды жауып кетейін былайынан. Опа. Мен іште метка оқып қойым, балдар кіріп кетпейді жаты. Мен таппай қалмаймын, өсіп тауып аламын да келем. Ақшам ба? Так, достар, онда бүгінгі видео осыны бітеді ау.
не болған түсінсеңдер маған комментке түсіндіріп кетіңдерші, так онда барып демалайын. Бұл шаршап кеттім.